Баршаңызға сәлем. Мен сіздерге бүгін тіс пастасы және оның көптеген пайдасы туралы айта кетейін. Тіс пастасы жәндіктердің шаққан немесе тіліп кесіп алған жердің қабынуын басады. Күйіп қалған жерді де тыныштандырады. Терідегі қызарған жараларды жасырып, безеулерді кетіреді. Тырнақтарды жылтырлатып, тазарта алады. Гель тіс пастасын кішкентай көлемде шашқа арналған гельдің орнына қолдансаңыз болады. Қолға сіңіп кеткен балық, сарымсақ, пияз иісінен арылуға да көмектеседі. Киім мен кілемдерге сіңіп кеткен кетпейтін дақтарды тазарта алады. Тым қатты кірленген аяқ киімді де тазартады. Әктелген қабырғалардан қарындаш пен фломастер іздерінде кетіреді. Тіс пастасы көмегімен күміс әшекей бұйымдарын жылтырлатып, тазартсаңыз да болады. Компьютер дискілерінің тырналған іздерін де кетіреді. Балаларға арналған шөлмектерді жаман иістен тазартады. Күйіп қалған табан мен қазандағы дақтарды да тазалайды. Құрметті достар, менің каналым сіздерге ұнаса, тіркеліп, пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Назгүл.